Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйіретін меренговый рулет дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен бөлме температурасындағы ақуыз қажет болады. Содан соң шым-шым тұз және лимон қышқылын саламыз. Жақсылап миксерлейміз көтерілгенше. Содан соң ақ масса болған соң қантымызды бірденен барлығын салмай бөліп аз-аздан салып миксерлейтін боламыз. Өте тез әрі оңай рецепт. Осылай міне аппақ болып шығады. Енді крахмалымызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Осы кезекте пешімізді 150 градусқа қыздырып қоямыз. Енді осы шыққан массамызды пергаментке салсаңыздар болады. Мен осындай силиконовый коврикқа төседім. Осылай міне түп-түзу етіп, біркелкі етіп жайып шығамыз. Пергаментіңіз жақсы болу қажет. Меренгіміз піскенде жақсы алыну үшін. Осылай міне түзетіп алдым. Енді 150 градуста 30 минутта дайын болды. Енді осы кезекте басқа пергаментті бетіне қойып, решеткамен осылай аударып, суытып аламыз. Жақсылап толықтай суы қажет. Креміне мен творожный сыр және сливки жасалынған крем дайындадым. Рецепті астына қалдырып кетемін. Осылай міне кремімізді толықтай біркелкі етіп жағып аламыз. Содан соң балғын малинаны қантпен араластырып осылай жағып шығамыз. Енді өстіп орап аламыз. Біркелкі болғанша, содан соң кішкене ұстаймыз орап. Енді екі жанын керек емес жандарын кесіп, әрлеп қоямыз. Осылай міне қалған креммен әрлеп, бетіне кез келген жеміс-жидек немесе посыпка сепсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, дәмі өте керемет.